Қолғап ертегісі. Бір күні атай қасына итін ертіп орманға келеді. Ол жолда қолғабын түсіріп алады. Тышқан тоқтай қалып қолғапты көріп ішіне кіреді де айтады: "Мен осында тұрамын" дейді. Бір кезде бақылдап бақа келеді. "Мына қолғапта кім бар?" дейді. "Мен шиқылдауық тышқанмын." "Ал сен кімсің?" деп сұрайды. "Мен бақылдауық бақамын." "Шиқылдауық тышқан, мен де сенімен тұрайыншы" дейді. "Кел бірге тұрайық" деп рұқсатын береді. Міне олар екеуі сол қолғапта тұрады. Бір кезде секеңдеп қоян келеді. "Мына қолғапта кім бар?" дейді. "Мен шиқылдауық тышқанмын." "Ал мен бақылдауық бақамын." "Ал сен кімсің?" деп сұрайды. "Мен секеңдеген қоянмын." "Шиқылдауық тышқан, бақылдауық бақа, мен де сендермен бірге тұрайыншы" дейді. "Кел, ендеше бірге тұр" деп рұқсат береді. Міне олар үшеуі қолғапта тұрады. Бір кезде қолғапқа жақындап түлкі келеді. "Мына қолғапта кім бар?" деп сұрайды. "Мен шиқылдауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен секеңдеген қоянмын." "Ал сен кімсің?" деп сұрайды. "Мен түлкішекпін." "Мен де сендермен бірге тұрайыншы" деп сұрайды. "Кел, ендеше бізбен бірге тұр" деп рұқсат береді. Олар төртеуі қолғапта тұрады. Қолғапқа бір кезде сұр қасқыр келеді. "Қолғапта кім бар?" деп сұрайды. "Мен шиқылдауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен секеңдеген қоянмын." "Мен түлкішек әпкемін." "Ал сен кімсің?" дейді. "Мен сұр қасқырмын." "Мен де сендермен бірге тұрайыншы" дейді. "Кел, бізбен тұра ғой" деп рұқсат береді. Олар бесеуі қолғапта тұрады. Кенеттен қолғапқа қабан жүгіріп келеді. Құрс-құрс етіп: "Қолғапта кім бар?" деп сұрайды. "Мен шиқылдауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен секеңдеген қоянмын." "Мен түлкішек әпкемін." "Мен сұр қасқырмын." "Ал сен кімсің?" деп сұрайды. "Мен қорсылдаған қабанмын" дейді. "Мен де сендермен бірге тұрайыншы" дейді. "Кел, ендеше бірге тұра ғой" деп олар рұқсатын береді. Әйтеуір олар үйтіп-бүйтіп сыйып сол қолғапта тұрады. Бір кезде қолғапқа жақындап қорбаңдап аю келеді. "Қолғапта кім бар?" деп сұрайды. "Мен шиқылдауық тышқанмын." "Мен бақылдауық бақамын." "Мен секеңдеген қоянмын." "Ал мен түлкішекпін." "Мен сұр қасқырмын." "Мен қорсылдаған қабанмын." "Ал сен кімсің?" деп сұрайды. "Мен қорбаңдаған аюмын." "Ой, сендер қандай көпсіңдер! Мен де сендермен бірге тұрайыншы" деп сұрайды. Олар барлығы "Кел" деп рұқсаттарын береді. Онсыз да қолғаптың іші тар еді. "Жарайды, ендеше бірге тұрайық" деп рұқсаттарын береді. Бір кезде ата қолғабының жоқ екенін байқайды. Ол кері қайтып қолғапты іздейді. Әрі жүріп, бері жүріп қолғапты табады. Қолғап қозғалатын сияқты. Ит қолғапты көріп үріп, қолғаптың ішінде қорыққаннан аңдар жан-жаққа қашып кетеді. Ал ата келіп қолғабын алып үйіне қайтады.